Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар, 2 сыныптың қазақ тілі сабағы 53-ші сабақ. Құрметті оқырмандар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, подписаться батырмасын басыңыздар. Сіздер менің каналыма тіркеліп, өз көмектеріңізді беріңіздер. Бүгінгі сабақта балалар 10-ші жаттығудан 13-ші жаттығуға дейін бірге орындайтын боламыз. Сабақтың тақырыбы лепті сөйлем. Мәтіннің тақырыбы мен ондағы негізгі ойды анықтайсыңдар, тірек сөздерді пайдаланып мәтін жазасыздар. 10-ші жаттығу оқы дейді. Бізде оқылым келіп тұр екен балалар. Дүние деген не? Деп сұрады кішкентай шапақ. Дүние дегеніміз телегей теңіз су, деді үлкен балық. Дүние деген не? Деді ақ аюдың қоншығы. Оның енесі. Дүние деп біраз ойланды да, ол мұзды таулар, мұз алаңы, оның астындағы су, деді. Дүние деген не? Деп сұрады кішкентай бота. Дүние деген көп құм, аздаған саз және аздаған шөп, тәтті тікен, деп жауап берді түйе. Алақай, дүние дегені не екенін енді білдім. Ал балалар, бұл туралы сендер не білесіңдер? Сонымен мәтін не туралы болды? Мәтін дүние туралы екен. Мәтінге қандай ат қоямыз? Дүние деген ат қоямыз екен. Мәтін кейіпкерлердің тіршілік ететін ортасын анықта, сонда өзің қорытынды жасап көр дейді. Мәтіннен сұраулы және лепті сөйлемдерді теріп жаз. Балалар, сұраулы лепті сөйлемдерді астарын сызып қойдым, сол сөйлемдерді теріп жаза қойыңыздар. Яғни бұл жерде мәтіндегі кейіпкерлеріміз тіршілік ететін ортасының арқылы дүние осы деп есептеді да, ендеше дүниеге әрбір адамның тіршілік ортасы өзіне ыстық туған жері, сол жерді жаңа дүние деп олар есептеп тұр екен. Келесі жаттығуға қарайық. Келесі жаттығу 11-ші жаттығу. Мақалдарды қатесіз көшіріп жаз, мәнін түсіндір дейді. Таулы жер бұлақсыз болмас, сулы жер құрақсыз болмас. Су ырыстың көзі, еңбек кірістің көзі. Судың пайдасы туралы әңгімелеп көр. Яғни су міндетті түрде барлығымызға керек. Су дейтін тіршілік көзі дейміз. Себебі адамда, жануарда, өсімдіктерге де су қажет болады. Ендеше судың өте пайдасы көп. Су туралы төмендегі сұрақтарға жауап береді. Судың тіршілік үшін қандай маңызы бар? Яғни судың тіршілік үшін маңызы өте зор. Су өте тіршілікке қажет дейміз. Адамның суды ластамау үшін не істеу керек? Адамдар суды ластамау үшін өздері жаңағы ұқыпты болу керек. Суымызға түрлі лас нәрселерді жібермеу керек, өзен көлдерімізге үнемдеу керек. Бір жағынан судың да сұрауы да бар дейді, суды үнемі ағызып қоюға болмайды. Ендеше бұл жердегі мақалдар таулы жер бұлақсыз болмайды. Таулы жер болғандықтан ол жерде міндетті түрде бұлақ болады екен балалар. Сулы жер құрақсыз болмайды. Яғни су бар ма, ол жердің ағашы, шөбі болады екен. Су ырыстың көзі. Яғни су ырыс біздің жерімізге молшылық әкеледі екен. Су бар ма, бақша егесін, табысын көбейеді, жеміс-жидектерден өнім аласын деген сияқты. Ал еңбек кірістің көзі. Еңбек етсе, үйіңе кіріс кіреді, яғни ақша кіреді деген сияқты. Еңбек еткен адам міндетті түрде өзінің еңбегінің ақысын ала алады. Келесі жаттығуға көшейік балалар. 12-ші жаттығу. Суреттерге қарап, әр сурет жылдың қай мезгілі екенін айт дейді. Өз ойыңды дәлелде. Бұл жерде көктем, жаз, күз, қыс мезгілдерін көріп тұрмыз. Қалаған жыл мезгілінің суреті бойынша әңгіме құрастырып жаз. Күз мезгіліне біздер алдық. Күз келді, жапырақтар сарғайып, күн салқындай бастады. Құстар жылы жаққа ұшып жатыр. Жаңбыр жиі жауа бастады. Күз мезгіліндегі ерекшеліктер айта отырып, міне осындай әңгімелеу мәтінін құрастырып шықтық. Келесі 13-ші тапсырмада суреттерге қарап әңгімеле дейді. Аспан көкте жұлдыздар, жерде біздің ұл-қыздар. Ғарыш деген алыс па екен, ол да бізге таныс ма екен? Ендеше жымыңдаған жұлдыздар қандай әдемі деп біздер лепті сөйлем құруымызға болады екен. Ғарышқа ұшсам шіркін деп армандаймыз да. Ендеше осындай сөйлемімізде лепті сөйлем, бұл жерде даусымызды көтеріңкі айтып тұрмыз. Келесі жаттығу бізде
Осы жаттығудың жалғасы: су тірліктің өзегі, ақса болар өзені. Ауа өмір нәріміз, тыныстайтын бәріміз. Орман табиғат дәулетті, аң мен құс әулеті. Жел соқса гуілдеп, кетер маңай дүрілдеп. Жақау Дәуренбековтың өлеңі екен. Суреттердің астындағы сөйлемдерді оқы, содан соң суреттерге қарап лепті сөйлемдер құрап көр дейді. Судың мөлдірін ай деген жаңа лепті сөйлем құрамыз болады. Ауа неткен таза, о, ну орман деп таңғаламыз да, орманға кіргенде. Қандай самал жел еседі деп бұл жерде сұраулы сөйлем құрастыруымызға болады. Таңғалыс та бар да, қандай деп. Құрметті оқырмандар, бүгінгі сабақта біз лепті сөйлемдерге байланысты тапсырмалар орындадық. Мәтіннің тақырыбы мен ондағы негізгі ойды анықтадыңдар. Тірек сөздерді пайдаланып мәтін жаздыңыздар. Ендеше сіздерге канал пайдалы болды деп есептейміз. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Подписаться батырмасын басыңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.